Барлығыңызға қайырлы күн. Өте дәмді жұмсақ болып шығатын алмұрт қосылған пирог дайындаймыз. Үлкендеу 2 алмұртты видеодағыдай бөліп шығамыз. Жаңғақтарды ұсақтап турап шығамыз. Табаға сары майды салып, жақсылап қыздырып аламыз. Алмұрттарды, жаңғақты бір ас қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша пісіретін боламыз. Алмұрттарды суытамыз. Оған дейін қамырын дайындаймыз. Қамыры үшін жұмсақ сары май салып, қант салып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаны бір-бірден салып, миксерлеп аламыз. Бөлек ыдысқа құрғақ заттарды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Аз-аздан қоса отырып, миксерлейміз. Формаға қамырымызды саламыз. Менде 22 диаметрлік форма. Үстінен суыған алмұрттарымызды салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-45 минуттай пісіреміз. Егер де жаңғақтар күйе бастаса, пирогты фольгамен жауып қойыңыздар. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын пирог жасап көруге кеңес беремін. Бір шаймен барлығын тауысып қойдық, тіпті жетпей қалды десе де болады. Ішіне жаңғақ қосылған, алмұрт қосылған, мак қосып өте дәмді болып шығады екен. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай рецепттер күтесіздер, комментарийдің астына жазып кеттіңіздер, міндетті түрде оқимын. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Айжан.